Сәлем достар, сақталмайтын эфир. Білмеймін, мүмкін сақталады. Даусым естіліп тұр ма, мына музыкадан. Мен бүгін деген мышлениемді перепрошивка жасау үшін керемет күшті отельге келдім. Marriott деген естіңіздер ма? Астанадағы. Дауыс нормальный ма? Дауыс нормальный болса плюс қойып жіберіңіз, сосын эфир жалғастырамыз. Бүгін ешқандай техника бермеймін, пайдалы эфир болмайды. Просто сіздерге мына роскошты сезіндіргім келді. Сіздерге берілсін, барсын, керемет. Сіз де лайықсыз осы роскошқа. Біз бар ғой, жалпы өмір бойына әйел адамдар әсіресе сознаниемізда өзімізге бір жақсылықтарға рұқсат бермейміз. Неге? Неге рұқсат бермейміз? Қалай ойлайсыздар? Неге біз өзімізге жақсылықтарға, байлыққа, молшылыққа, бақытқа, здесь и сейчас халге, керемет күйге, керемет жігітке бізді бағалайтын, бізді сүйетін, бізді құрметтейтін, бізді абьюз етпейтін, бізді ұрмайтын, соқпайтын, бізді былай ұстайтын алақанда. Сондай жігіттерге неге лайық санамаймыз өзімізді? Қалай ойлайсыздар? Кім айта алады осының жауабын? Мен сіздерге айтамын, мен өз вариантым бар, сіздердің варианттарыңызды тыңдағым келіп отыр. Оған дейін Marriott деген отельдерді естіп едіңіз. Америкадағы, Европадағы ең мықты отельдердің бірі, Қазақстанда, Астанада, оның да бір филиалы. Сол жерде мен таңғы ас ішіп отырмын. Энергетика енді спокойствие. Спокойствие, просто спокойствие. Қараңызшы. Қараңызшы, мен сіздерге эфирге шыққанда терезенің ар жағына жігіттер келді. Жаңа 5-6 болып еді, қайта қалғандар үй алып қашып кетті. Мен эфирге шығып жатқанын көріп түсіріп жатыр деп ойладым. Негізінде вообще сознанияда осыны қалыптастыру керек. Жігіттер жұмыс жасау керек. Жігіттер жұмыс жасау керек осылай. Олар вообще өз-өзін аямау керек. Қара жұмыстан қара жұмыс бәріне салыну керек негізі. Мысалға, адам ата сондай оған. Әйел адамдар, біз сияқты роскошно отырып, сол жігіттердің тапқан ақшасына рахаттанып, махаббат таратуымыз керек. Ол жігіттер сол бізден алған махаббатқа одан сайын баю керек. Бірақ олар өздерін аямау керек. Дәл осылай жұмыс жасау керек. Міне. Алла тағала оларды маған алдыма жайдан жай әкелген жоқ, сіздерге бөліссін, осы состояниені берсін деген мақсатта әкелді оларды. Сондықтан да, қыздар, жігіттерімізді аямаймыз, жігіттерімізді мәпелемейміз, жігіттерімізді өбектемейміз, оларды бөпе қылмаймыз, оларды жұмсаймыз. Жұмсаймыз деген жақсы мағынада, енді жұмыс жасау керек, ер адамдар жұмыс жасау керек, әйел адамдар өмірден ләззат алу керек. Біз сол үшін дүниеге келдік. Өмірден ләззат дегеніміз бірақ енді кайфуша емес, шатастырмаңыздар. Өмірден ләззат деген здесь и сейчасты сезіну, қазіргі осы халді сезіну. Міне, шай ішіп жатсың ба, сок ішіп жатсың ба, соктың дәмін сезіну. Қышқылдау, грейпфрут, миымды оятып жатқан сияқты, мышлениемді, нейросистемамды тірілтіп жатқан сияқты. Маған осы керек екен. Французский тост клубничным джемом. Оны жеп жатқан кезде, осы екен ғой. Өмірдің дәмі, жәннат деген осы екен ғой. Францияға бармай-ақ, осы жерден Францияланамыз. Міне, достар, яғни здесь и сейчас деген состояниені табу өте маңызды. Оны табу үшін әйел адамдар наслаждение деген нәрсені білу керек. Өмірден ләззат алып білу керек. Ол жатыр чакрасының энергиясы. Егер сіздің жатыр чакраңыз ашық болса, онда сізге ақша болмай келеді, күшті жігіттер келеді, сізді бағалайтын, сізді құрметтейтін, сізді сүйетін, сізді алақанында ұстайтын, сізге бриллиант ретінде қарайтын. Сіздің балдарыңыз дені сау болады, сіздің балдарыңыз күшті болады, сіздің балдарыңыз сіздің ойлағаныңыздан да артық өмір сүреді, күшті өмір. Жатыр энергияңыз ашық болса, Алла тағала сіздің проблемаңызды оңай шешеді. Әйел адамдар, бізге еркек болудың қажеті жоқ. Бізге өліп жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Жұмыс жасау, ақша табуға болады, бірақ өлудің қажеті жоқ. Жатыр энергиямыз ашық болса,
бізге осындай роскошный жерлер доступта болады. Сіз өзіңіз оған лайық емеспін деп санамайтын боласыз. Жатыр энергияңыз ашық болса, сізге сондай керемет адамдар келеді, қызмет етеді, жақсы көреді, махаббатын ашады. Мысалға, маған көмектесуші даяшы қыз мынандай, энергетика сондай, мынандай. Ғашық болып қалдым ана қызға. Өз есіме қойып біртүрлі түсінбей қалар. Сондықтан, достар, егер әйел адам бақытты болса, бүкіл әлем бақытты, бәрі бақытты түгел. Сондықтан, давайте бақытты болайық бүгіннен бастап. Ештемеге қарамастан, даже күйеуіңіз алқаш болса да, наркоман болса, Құдай сақтасын, әрине, білмеймін, ақша таппайтын, білмеймін, маскүнем болса да, просто бақытты болайықшы. Сол кезде Құдай сіздің сол состояниеңізді көреді де, ғалам айтады, мынау бақытты ештемеге қарамастан. Сондықтан, давай мынаның күйеуін шығарайық алқаштықтан. Мынаның күйеуін жалқаулықтан шығарайық. Давай мынаның күйеуін игроманиядан шығарайық дейді де, Құдайдың бір сізге деген махаббаты, рақымшылығы түсіп, күйеуіңіз сол жаман қылықтарын қоятын шығар. Немесе сізді ұруын қоятын шығар, немесе сізді соғуын қоятын шығар, немесе сізді сөгуін қоятын шығар. Егер қоймаса, өзгергісі келмесе, просто алады да ғалам оны алып тастайды сіздің нейросистемадан, болды. Сондықтан да, достар, қыздар, келіншектер, менің жалпы көп эфирлерім қыздарға арналады, енді жігіттер ренжімеңіздер. Жалпы чакра бәріне ортақ. Бірақ мен қыздарға женский энергияны сезіндіргім келеді. Менің марафонымда бұйырса ертең 19-ында осы роскошқа әкелгім келеді. Қыздар, сол марафонға қатысқан қыздардың, до конца жасаған қыздардың бәрі жаңа деңгейге шыққан, соған менің мақсатым. Марафонға қатысқан қыздардың, соны орындаған қыздардың, орындаған именно 100%-ын мен қазір қандай состояниедемін, соған шығарғым келеді бұйырса. А мен қандай состояниеден білесіздер ме? Мен здесь и сейчас состояниесіндемін. Менде ақша болсын болмасын, менде керемет күйеу болсын болмасын, менде үй болсын болмасын, менде дос болсын болмасын, менде махаббат болсын, жоқ, махаббат и так бар, махаббатсыз өмір бос. Менде бала-шаға болсын болмасын, менде құрмет болсын болмасын, менде клиент болсын болмасын, менде подписчик болсын болмасын, менде инстаграм болсын болмасын, менде ютуб болсын болмасын, бәрібір сонда да бақытты болу. Бәрібір де ішкі опораны табу, өзіңді табу, өзіңді тану, өзіңді сүю, ештемеге қарамастан, өзіңді құрметтеу. Бетіңе прыщ шығып кетсін, шығып кетпесін, семіріп кет, семіріп кетпе, арықтап кет, арықтап кетпе, түрің жаман болып кетсін, болмасын, қартайып кет, қартайып кетпе. Бәрібір ештемеге қарамастан, сыртқы факторларға қарамастан, мен ішкі состояниемді ұстауды, сақтауды үйрендім. Соңғы жылдары, әсіресе соңғы 1,5-2 жыл менің өмірімде үлкен трансформациялық моменттер жүріп жатыр. Сол мені жаңа деңгейге, жаңа уровеньге шығарды, состояниеға шығарды. Менде қазір уже тревожность кетті, ойлаңызшы, тревожность кетті. Кімде тревожный состояние? Кім содан арылғысы келеді? Проблема болсын болмасын, оған қарамайды. Тревожность оған қарамайды. Проблема өмір бақи болады. Кедергілер өмір бақи болады. Қиындықтар өмір бақи болады. Барлығы біздің планымызбен жүрмейді. Достар, давайте бүгіннен бастап бір ақиқатты иллюзиядан шығайықшы. Біздің планымызбен ештеме де жүрмейді. Себебі Құдайдың өз планы бар. Соны қабылдаған кезде оңай болады бәрі. Сол себепті, қыздар, келіншектер, сіздерге осы энергиямен бөліскім келіп эфирге шықтым. Бұйырса ютубқа салам осыны, сақталсын. Просто нереально. Алдағы уақытта осылай тұрақты түрде сіздерге осы энергияларды таратып тұрам. Ертең бұйырса 19 февральда менің марафоным болады. Сіздерді ақша кредиттерден шығаратын марафон ол, шынымен де. Мен негізі бар, соны бермеппін, сол ценность бермеппін. Ол марафоннан кейін менде кеше бір қызым көрдіңіз ғой, 1,5 миллион қолына бір күнде түсіп, бүкіл кредиттерін жауып тастады. 4 миллион теңге кредитін жауып тастаған қыз бар. 9 жылдық кредитін жапқан қыздар бар. 6 кредит жапқан қыздар бар. Құдай, рефинансированияның 1000-ын жапқан қыздар бар. Осы марафоннан кейін, чакрадан кейін. Бұйырса ертең 19 февральда сол марафон, супер марафон, 21 күн бойына сіздің мышлениеңізді перепрошивка жасаймыз. Мен өзім мышлениемді қалай перепрошивка жасадым, сіздің де мышлениеңізді перепрошивка жасаймын. Сіздің де жан дүниеңізді өзгертем, ішкі опораңызды таптырам, ештемеге қарамастан.
ешбір шартқа, условностьқа қарамастан сіз бақытты боласыз бұйырса. Но, конечно, сіз уже бақытты болғаннан кейін сіздің сыртқы өміріңіз, сыртқы ситуациялар түзеле береді. Бірінші состояние түзейміз. Марафонда мен сізге состояниеңізді түзетем, состояниеңізді өзгертем. Сіз уже бұрынғы Айсара болмайсыз, бұрынғы Жәния болмайсыз, бұрынғы Әлия болмайсыз. Кім бар мына жерде? Бұрынғы Анар болмайсыз, бұрынғы Хадиша болмайсыз, басқа. Бұрынғы Эльза болмайсыз, сіз басқа боласыз. Басқа, жаңа версия, жаңа мен. Бұған дейін мыңдаған қыздар өтті судан. Реально работает чакра, реально работает. Мен сіздің бүкіл 7 чакраңызды тазалап, сізді миыңызды перепрошивка жасап, жаңа деңгейге секіртем депсі. Себебі менің мақсатым адамдарды ұшыру. Мен қолымнан келетін нәрсе де сол. Дауыс арқылы, сөз арқылы, медитация арқылы. Менің тегі медитациямды уже 5-ші күн тыңдап, бір қыз жүрегің кәдімгідей тынышталып жатыр дейді. А марафонда не только жүрек тынышталады, но и сіз басқа халдерге шығасыз. Роскоштың. Қараңыздар, кез келген адам өзінің ұстазына баратын кезде оның состояниесін біліп алу керек, энергиясын біліп алу керек. Егер сол баратын коучының, ұстазының состояниесіне өзі де шыққысы келе ма, онда барыңыз. Мысалы, менің состоянием, менің здесь и сейчас состоянием, менің роскошный состоянием сіздерге ұнай ма, онда менің марафоныма келіңіз. Мен сіздерді соған қалай шығаруға болатынын үйретем. Миллиондарыңызға өздеріңіз, миссияңызға, арманыңызға, қалауыңыздағы өмірге, байлыққа, молшылыққа, кредитсіз, қарызсыз өмірге. Менде кредит жоқ, мысалы. Кредиттен құтылғыңыз келе ма? Кредиті жоқ адамнан сабақ алыңыз. Кредиттердің бәрін, қарыздардың бәрін жауып, кредитсіз өмір сүріп жатқан адамнан сабақ алыңыз. Айына неше миллион тапқыңыз келеді, сонша миллион тауып жүрген адамнан сабақ алыңыз. Қарым-қатынаста қандай идеалға жеткіңіз келеді, сол қарым-қатынаста өмір сүріп жатқан адамнан сабақ алыңыз. Балаларыңыздың тәрбиесін қандайға жеткізгіңіз келеді, дәл сондай тәрбие беріп жатқан адамнан сабақ алыңыз. Яғни, егер сіздер здесь и сейчас состояниен тауып, тревожностьтан арылып, чакраларыңызды тазалағыңыз келсе, мен сияқты, бұйырса 19 февральда күтем сіздер. Телефон биода. Давайте 1-2 минут сұрақтарыңызға жауап берейін, сосын эфирді аяқтаймыз. Қалай, күшті ма? Ұнап отыр ма? Қараңдар, әдемі ма? Вообще күшті, супер, вообще жүрек тыныштығы мынақта, рахат. Здесь и сейчас, просто здесь и сейчас. Қалайсыз дейді, мөлдір вообще керемет. Супер просто. Нереально. Мен и так-та бұндай роскошқа келмей-ақ бақытты адаммын негізі. Бұл маған бір аса қажеттілік деп санамайтынмын, бірақ кеше соңғы 1 ай бойына мен тоқтатпай медитация жасап жатырмын, чакра тазалап жатырмын, именно мышлениемді кеңейтіп жатырмын, перепрошивка жасап жатырмын, бұрынғы травмаларымы қайтадан басқаша қарап жатырмын, оларды чакраларынан шығарып жатырмын, өзімнің бойымдағы керек емес установкаларды уже ескіріп кеткен, қажетсіз кедергі жасайтын блоктарды тауып жатырмын өзім бойымнан. Ойлаңыз, менде психолог жоқ, менде жетекші жоқ ешкім, менің жетекшім Құдай қазір. Мен өзім бойымнан соларды табуды үйрендім, сіздерге де үйретем ертең марафонда. Психологқа бармай-ақ, сіз сол техникаларды үйреніп алып, бұдан былай өмір бойы сонымен ғана уже жылжып жүретін боласыз. Мен сіздерге жаңағы балық берме, қармақ бер дейді ғой, қармақ берем 19 февральда. Бұндай марафон енді болмайды, достар. Себебі енді мен курсқа көшем, қымбат, прям кәдімгідей үлкен вебинарлармен, миллиондар, жеке наставничестволарым. Вообще қазір менің жеке наставничеством 1 миллион, соны 5 миллионға көтергім келіп отыр бұйырса. Все, мен дайынмын, қымбатшылыққа мен дайынмын, роскошқа мен дайынмын. Қайда дайын болғаныма біраз болды. Астанаға сол үшін келдім мен. Өзім өнімдерімді 2 есе, 3 есе, 10 есе қымбаттату. Өзімнің құнымды, менің өнімдерімнің құнын өсіру. Себебі нәтиже бар, реально кейс жетет, отзыв жетет, миллиард. Просто соны оформлять ете алмай жатырмын, продюсерім оформлять етеді бұйырса ертең. И соны көргеннен кейін түсінесіздер сол кезде менің өнімнің қаншалықты құнды екенін, менің энергиям сіздерге қаншалықты күшті екенін бұйырса. Менде мынандай өлімсіреп жүрген адам едім, шынымен де. Анемия, щитовидка, асқазан, бас ауру, ұйқысыздық. Сол барлығынан шыққан адаммын қазір. Қалай, көзім жанып тұр ма? Сондықтан, достар, бұндай марафон енді болмайды. Шын айтам, уәде берем. Бұндай бағада бұл марафон соңғы рет.
все, мен өзіме уәде беріп жатырмын, сіздерге уәде беріп жатырмын, Құдайға, ғаламға уәде беріп жатырмын. Енді бұл марафон бағасы әлдеқайда қымбат болады. Адамдар толтырып алмаймын енді, тек қана өте аз адаммен зато саз результат шығаратындай қылып. Ну, бірақ мен осы уақытқа дейін де даже көп адаммен де күшті, прям 90%, 80% результат жасаған адамдар. Жасамаса ешкімде пайда жоқ. Сондықтан келіңіздер. Сәлем, даусыңыз естіліп тұр дейді. Рахмет. Күшті сезіліп тұр мына аура. Алыңызшы, мына аурадан алыңыздар, мәңіз. Байлық бәріңізге, молшылық қабылдап алыңыз. Қолдарыңызға бүйтіп алыңыз да өзіңізге сіңіріңіз. Байлық, молшылық, роскошь, ақша, здесь и сейчас состояние, энергия алыңыздар. Женская энергия. Достар, айтпақшы, марафонды бүгін ертең алып үлгергендер, или менің арман медитациям, или әйелдік энергия медитацияны сыйға беремін. Давайте бір сұрақтарыңыз жауап берейін, сонымен эфирді аяқтаймыз. Қандай сұрақтарыңыз бар? Керемет дейді, рахмет. Бронь қанша? Бронь 5000 теңгеден басталады. Марафон 19-ында премьерінде отырмыз енді. Жылжытып жібермесе, продюсеріміз қараймыз. Сол 19-на дейін толық төлесеңіз болды. Егер броньды қазір жіберетін болсаңыз, достар, онда супер әйелдік энергия медитацияны да беремін. Бірақ марафон біткенде беремін. Ол медитацияның ерекшелігі күйеуіңіз ғашық болып қалады сізге. Сол медитациядан кейін күйеуіңіз ғашық болып қалады. Егер бойдақ болсаңыз, сіздің артыңыздан мықты жігіттер жүгіреді. Шынымен де реально работает. Мен өзім білген жоқ, мынандай қасиеті бар екен. Сол медитацияны жасағаннан кейін мен қаншама қыз звондады, Айсара ханым, не істеймін, ашылып кетті, мынау не ашылып кетті? Менің обаянием ашылып кетті. Қалай ашылып кетті? Білмеймін, артынан деген 1000 жігіт жүгіріп жүр дейді ол. Ойбай, жап дедім. Өзіңнің избранныйыңа ғана қалдыр дедім. Сондай бір ашып жіберетін күшті медитация, вообще супер. Бірақ ол марафон біткеннен кейін беремін, себебі тазару керек, установкадан арылу керек. Просто так ол медитацияны жасауға болмайды, қауіпті. Сондай керемет медитация ол. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Сәлем, Айсара, сәлем. Сіз мықтысыз, рахмет. Сіз де мықтысыз. Сұрақтарыңыз болмаса, эфирді аяқтайын. Залды бір аралатып көрсетейін ба? Энергия керек па? Егер я десеңіз жазыңыздар. Залды бір аралатып, керемет роскоштан энергия алыңыз. Я дейді, хорошо. Давайте мұнда сіздерге Астанадағы ең қымбат отельден энергия. Кеттік. Шынды айтсам, ана жақта тамақ толып тұр, миллион зат алуға болады, бірақ я не осилю дедім, тек осын алдым. Бір жағынан роскоштың богатое мышление, денежное мышлениенің ерекшелігі қанағатсызданбау ең маңызды зат. Так енді интерьерде қарап жіберіңіздер, қандай сұлу, қандай әдемі, қандай күшті тастар, қандай жарық. Мынау деген сопылардың киімі емес па? Хырка емес па? Солай сияқты ғой что-то. Вау, хырка сопылықтың несі белгісі, егер шатастырмасам. Так, еще что-то. Мен картиналар жақсы көремін ғой. Қандай әдемі маскалар. Көрдіңіз бе? Маскасына қараңыз. Көрдіңіз бе? Маска. Даже мына краскалар шығып жатыр ғой, көрдіңіз бе? Реальная картина. Күшті көремін картиналарды. Мен өзім негізі вообще суретшілік қабілетім бар. Бірақ оны дамытқан жоқпын. Интерьердан, ыдыстардан, декордан энергия алыңыздар, идея алыңыздар. Осылай қоюға да болады. Мысалы, үйлеріңізді әрлегіңіз келсе, кухняны, пожалуйста. Мияқта поварлар өзің заказың бойынша да пісіріп береді. Или просто менюдан ала бересің, дайын тұрған жерден. Мынау вид. Осы Астананың осы зданиясына ерекше қызығатынмын баяғыда, кішкентай кезімде. Да. Короче, мияқта көбіне жұлдыздар жүреді екен, фифалар жүреді екен. Бірақ бүгін пока ешкім көріп тұрған жоқпын. Мне мына шеф-повар крутая. Эфирме шыққыңыз келмей ма? Сәлеметсіз бе? Маржан.
күшті тамақты керемет пісіреді. Энергетика супер. Сау болыңыз. Айтпақшы мына жерде прям свежевыжатый сок. Маған грейпфрут ұнады. Скорее всего, тағы бір аламын. Күшті енді грейпфрут бар ғой вообще. Оказывается, менің ең сүйікті согым осы екен. Грейпфрут. Сіздер үшін. Мына жерде, короче, грейпфрут ассортие, имбирный шот, фруктовый смузи, детокс, яблочный сок, томатный сок дейді. О, даже бар ғой мына жерде не бар екен? Сүт, миндальный сүт, соевый сүт бар. Йогурттар сірә. Варенье балдың түр-түрі. Вау, имбирный мед дейді. Күшті. Корень женщин, мәссаған. Женщин деген бар, страшно. Не ғой жастықтың несі? Көрейінші дәбі. Просто қызық болып тұр. Мамамнан қалайсы. Опа. Қазір. Просто дәбін көрейін. Женщин. Қытайлықтар, кәрістер, япондықтар осын жаман жейді. Жастықтың несі дейді. Жасартап дейді адамды. Көрейік. Может, ертең жап-жас 20 жасар айсар болып тұрады шығармын. Осындай нандар свежий, прям пекарнядан алынған нандар. Енді ана отельге кейін барам. Міне бір фифочка өтті. Ана қыздым жақсы. Мен тікелейме түскіңіз келмейді ма? Тікелейме? Красотка. Мен вообще әйелдің несімен сүйсіне алатын адамын. Сұлулығымен, мінезімен. Мен ешқашан әйелдерге бір не ретінде қарамаппын. Бәсекелес ретінде. Әйелдер бірігу керек, әйелдер бір-бірін сүю керек, әйелдер бір-бірін жақсы көру керек, әйелдер бір-бірін сыйлау керек, құрметтеу керек, поддержка жасау керек, әйелдер бір-бірін түсіну керек. Сондықтан давайте қыздар бірігейік, бір-бірімізді қолдайық, жақсы көрейік, бір-бірімізге бәсекелес ретінде қарамайықшы, пожалуйста. Ол деген мына 21 ғасырдың жасақ қойған өтірік установкалары. Әйелге жау емес, әйелге дос. Феминизм де керек емес. Ер адамға бағынайықшы. Сол кезде бақытты боламыз. Ал, осымен эфирді жайлап аяқтаймыз дейді. Сау болыңыз дейді. Ұнады ма? Эфир вау дейді. Керемет дейді. Сіздерді риза қылсам, басқа қандай арман бар? Жақсы, аман болайық. Жақсы күндерде жолыққанша. Әр қайсыңызды сүйдім.